Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен хит болып жатқан қызыл синабоны булочкасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып, үстінен ерітілген сары майды қосып, және де қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше. Осылай араластырып аламыз да, ендігі кезекте үстінен жылы бөлме температурасында тұрған сүтімізді қосып, үстінен ашытқанды сеуіп, жақсылап екеуін араластырамыз. Осыдан соң енді біз қызыл түсті кондитерлік краситель қосамыз. Кез келген кондитерлік дүкеннен алсаңыз болады. Осылай түйіршіктерін барлығын ерітіп, жақсылап араластырамыз. Содан соң осы массаның үстінен ұнды бөліктерге бөліп, осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Ұнды бірден салып жібермейміз, осылай бөлікпен, алдымен қасықпен, содан кейін қолмен жақсылап осындай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болған кезде бетін жауып, 1 сағатқа алып қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді жұмыс жасайтын тақтайдың үстіне ұн сеуіп, жақсылап, осылай ұн себемізде ыңғайлы болу үшін қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз да, оқтаудың көмегімен мықты қалыңда емес, және де қатты жұқа емес қылып, орташа көлемде қамыр жаямыз. Және осының бетіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды осылай жағып шығамыз, біркелкі етіп, үстінен корицаны қантқа араластырып, осылай сеуіп шығамыз барлық жеріне. Одан кейін, сеуіп шыққаннан кейін, осы қамырды ораймыз, рулет сияқты қылып. Мінекей, видеода көрсетілгендей орап, қатты тығыз қылмай, шетін міне осылай бүктеп, шымшып, ашылып кетпеу үшін жасаймыз. Және де осылай пышақтың көмегімен бөлуге болады. Және сіз егер әдемі болып шықсын десеңіз, біркелкі болып шықсын десеңіз, жіптің көмегімен бөлуге болады. Барлығын пергамент қағазын төсеп, противенге қойып, бетін жауып, 10 минутқа алып қоямыз. Одан кейін 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Неке бетін жауып алып қоямыз. Өте әдемі пісіп жатыр, әдемі болып. Пештен шыққан бойда, осылай пештен шыққан бойда ыстықтай булочкалардың үстінен кремін жағамыз. Әртүрлі өзіңіздің қалауыңызша крем жасауға болады. Менде сары май мен сгущенканы араластырып жағып шықтым. Булочкалар өте дәмді, хош иісті, өте сондай күшті болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басуыңызды сұраймын. Сіздермен бірге болған Жансая. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар.